Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге Фатима. Біз банан қосылған торт жасайтын боламыз. Үй жағдайында дайындалатын, өте дәмді, жұмсақ болып шығады және де әдемі болып шығады. Сіздермен бірге Фатима. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен тортымыздың пирогын жасап алайық. Бізге 6 жұмыртқа қажет болады. Бұл жұмыртқаның сарысы мен ағын ажырату қажет емес. Бүтіндей сала береміз. Енді жұмыртқамызға шекер қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Жұмыртқамызды қайнаған судың үстіне қойып, осындай видеодағыдай араластырамыз. Біз бұл жерде жұмыртқамызды жылытамыз, яғни бұл жұмыртқалар тоңазытқыштан шыққан соң, осы ыстық судың үстіне қойып тұрып, кішкене жылы болғанша араластырамыз. Енді миксерлейтін боламыз. Бірінші миксеріміздің біріншісіне қойып тұрып миксерлейміз. Сосын барып кішкене көтерілген соң, екіншісіне қойып, тағы да миксерлейтін боламыз. Біздің жұмыртқамыз осындай 3 есе көтерілу қажет. Және де жұмыртқаның үстінен осылай өтетін болсақ, арасы жабылмау керек. Ендігі кезекте біз ұн қосамыз. Ұнымызды 2 кезекке бөліп тұрып қосамыз. Бұл жерде міндетті түрде електен өткізу керек. Видеода көрсеткендей, жұмыртқаны жоғарыдан төменге қарап тұрып, жайлап тұрып араластыруымыз қажет. Пирогтың көтерілгенін қаласаңыздар, сіздер осы ұн қосып жатқан кездеріңізде абай болуларыңыз керек, яғни жай араластыруларыңыз қажет, асықпай. Біздің жұмыртқамыз ұн қосқаннан кейін де өзінің формасын ұстау керек. Мына видеода көрсетілгенде осындай болу керек. Ендігі кезекте біздің формамызға фольга орайтын боламыз. Менің формам 20 диаметрі. Пирог пісіретін форманың осындай ұзын болу қажет. Егер пирогтарыңыз ұзын болып көтерілгенін қаласаңыздар, осы видеода көрсетілгендей форма алуларыңыз қажет. Бұл форманы сіздер кондитерлік дүкеннен ала аласыздар. Біздің қамырымызды құямыз формамызға. Енді таяқшамен үстінен жүргізіп шығамыз, тегіс қамыр болу үшін. Енді қамырымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз пісіп шықты. Пісіп шыққан соң 1 сағаттай суытып аламыз формасынан алмастан бұрын. Сосын осындай пышақпен шет-шетінен жүргізіп шығамыз. Қарасаңыздар, біздің пирогымыз идеальный болып көтеріліп шықты. Бұның ұзындығын өлшедім. Ұзындығы 7 сантиметр болды. Торт жасамас бұрын біз пирогымызды міндетті түрде тоңазытқышқа салып қоюымыз керек. Бетін пакетпен немесе пищевой пленкамен орап, 2 сағатқа немесе 3 сағатқа кемінде салып қоюымыз қажет. Пирогымызды жақсылап тұрып борап, тоңазытқышқа саламыз.
тоңазытқышта тұрған пирогымыз кейін кесетін кезде өзінің формасын жақсы ұстап тұратын болады. Тоңазытқышта тұрып шыққан пирогымыздың арасына крем жағатын болсақ, ол торт өзінің формасын ұстап тұратын болады. Егер сіздер тоңазытқышқа самай жатып, пирогқа бөліп, крем жағатын болсаңыздар, пирогтарыңыз құлап түсуі мүмкін. Міне, біздің пирогымыз тоңазытқышта тұрып шықты. Ендігі кезекте біз бұл пирогты 3-ке кесетін боламыз. Мына менің қолымда арнайы пирог кесетін пышақ. Бұны сіздер кондитерлік магазиннен сатып аласыздар, немесе бұндай жоқ болса, пышақпен кесеңіздер болады, немесе жіппен кесеңіздер де болады. Ол өз қалауларыңызда. Міне, біздің пирогымыз кесілді. Осындай 3-ке бөліп әп-әдемі болып шықты. Ендігі кезекте тортымыздың кремін жасайтын боламыз. Бізге 33%-тен жоғары сливки қажет. Оның үстіне творожный сыр қосамыз. Оның үстіне шекер қосамыз, немесе қант ұнтағын қоссаңыздар да болады. Бәрін жақсылап тұрып миксерлайтын боламыз. Біздің креміміз осындай өз формасын ұстап тұратын біркелкі крем болып шығу қажет. Ендігі кезекте тортымыздың арасына қосатын бананды турайық. Үйлеріңізде қандай жеміс-жидектер бар, соларды қоса берсеңіздер болады. Мысалы, құлпынай, киви деген сияқты жемістерді қоса берсеңіздер болады. Ол өз қалауларыңызша. Бірақ мен бананды таңдадым. Банан менде өте әдемі болады. Осындай майда-майда қылып турайсыздар. Ендігі кезекте тортымызды жинайық. Ең алдымен осындай ыдысымызға кішкене крем жағамыз, жылжып кетпес үшін. Пирогымыздың үстіне сүт қоятын боламыз. Егер сүт қоймайтын болсаңыздар, сіздердің пирогтарыңыз қатты боқалады. Сүт қосып барып істейтін болсаңыздар, пирогтарыңыз жұмсақ болады. Сүтті бүкіл жеріне құйып болған соң, үстіне крем қоямыз. Кремді де бүкіл жеріне бірдей қылып жағатын боламыз. Сосын үстін тегістейміз. Тегістеп болған соң, оның үстіне банандарымызды қойып шығатын боламыз. Банандарымызды осындай видеода көрсетілгендей барлық жағына қойып шығамыз. Енді мына пирогымыздың үстіне екінші пирогымызды қоямыз. Бұны да жаңағыдай үстіне сүт қосамыз. Сосын крем қосып, банан қосып, жалғастыра береміз. Кремімізді бүкіл жағынан жағып болған соң, әрине тегістейтін боламыз. Ендігі кезекте банандарымызды қойып шығамыз. Бұл жерге де бүкіл жағына қоятын боламыз. Пирогымыздың бүкіл жеріне. Ендігі кезекте қалған үшінші пирогымызды үстіне осындай теріс қаратып тұрып қоятын боламыз. Үстін бәрін дұрыстап тегістейміз. Енді бұның үстіне де сүт
қоюды ұмытып кетпейік. Тортымыздың үстіне кішкене крем құямыз да үстін бәрін осылай жағып шығамыз. Біз қазір азғандай крем жағып жатуымыздың себебі кейін тегістейміз ғой, сол кезде ұсақтары мешать етпеу үшін осындай бірінші кішкене крем жағып тұрып тоңазытқышқа барып салып қоюымыз қажет. Міне біздің қазіргі тортымыз осындай болды. Бұның үстіне пакет кигіземіз. Бүкіл жағына пакет киілуі қажет. Бұл тортты қазір тоңазытқышқа барып қоямыз. Бұл торт кемінде 3 сағатта тоңазытқышта тұру керек. 3 сағат тұрған соң енді бетін тегістейтін боламыз тортымыздың. Осындай пакетімізді апстап, крем жақпастан бұрын өзін тегістеп аламыз. Осындай қалған кремдерімізді үстіп тегістеп алып барып, кейін барып үстіне крем жағатын боламыз. Тортымызға крем жағып бастайық. Осындай мен бірінші асты жағынан жоғарғы үстіне қарап тұрып крем жағып шығамын. Маған осылай істегенім ыңғайлы. Кремімізді торттың барлық жағына бірдей қылып жағып шығамыз. Сіздер бұл жерде кремдеріңізге краска қойсаңыздар болады. Сонда торттыңыз басқаша болып шығады. Бірақ мен осындай ақ креммен бірге сәндеймін деп шештім. Крем жағып болған соң осындай кремнің торттарын тегістейтін ыдыс бар. Бұл ыдысты сіздер кондитерлік дүкеннен аласыздар. Бір үстінен жүргізіп шыққан соң осындай кейбір шеттері қалып кетеді. Оның үстіне де кішкене крем жағып, тағы да кондитерлік ыдыспен жүргізіп шығамыз. Бұл жерде сіздер ыдыстарыңызды бүйтіп қатты жақын ұстамаңыздар, бір қалыпта ұстап тұруларыңыз керек. Мына видеода көрсетілгендей қылып қайталаңыздар. Ендігі кезекте тортымыздың үстіне крем жағатын болайық. Осылай болды. Енді бұның үстінде тегістеп шығамыз. Бұл жерде де асықпай жайлап тұрып тегістеңіздер. Мына менің қолымдағы ыдысты кондитерлік дүкеннен аласыздар. Бұл да торттың бетін тегістеуге арналған ыдыстардың бірі. Үстін тегістеп болған соң, осылай жан жағын енді алатын боламыз. Жан жағына тегістейтін боламыз. Видеода көрсетілгендей қайталаңыздар.
Егер осындай тортымыздың шетінде торты көрініп тұрса, үстіне тағы крем жағып жіберіңіздер. Сосын үстін тағы тегістеңіздер. Міне, біздің тортымыз осылай тегістеліп шықты. Бұның үстіне шоколад құймастан бұрын біз тоңазытқышқа салып қоюымыз қажет. Өйткені біздің кремдеріміз уже комнатный температурада тұр. Енді бұны тоңазытқышқа апарып, сәл мұздатуымыз қажет. Видеода көргендеріңізде осылай үстіне шоколад құямыз да, үстін тегістейміз. Міне, біздің тортымыз осындай болды. Осы шоколадты құйған күйінше қалдырсаңыздар да болады. Бірақ мен оның үстіне тағы крем қосып сәндеймін деп шештім. Ол өз қалауларыңызда әрине. Бірақ үстіне тағы крем қосып сәндейтін болсаңыздар, ол әдемі көрінеді. Осы крем жағып қойғанша қалдырсаңыздар да болады. Немесе осы кремнің үстіне жеміс жидектер қойсаңыздар болады. Шоколад, печеньелер қойсаңыздар болады. Мен Орео печеньесін қоямын деп шештім. Осылай кремнің үстіне қойып шықтым. Ол әрине өз қалауларыңызда. Міне, біздің тортымыз дайын болып қалды. Печеньелерімізді қойып шыққан соң, тортымыз міндетті түрде тоңазытқышта 1 сағат немесе 2 сағат тұру керек, бірінші жеместен бұрын. Біздің тортымыз әдемі болып шықты. Бұл торт тоңазытқыштан шықты. Енді бұл тортты кесеміз. Мына видеода көріп тұрғандарыңыздай, біздің тортымыз өте жұмсақ кесіліп жатыр. Дәмі де әдемі, пирогтар да жұмсақ болып шықты. Осы менің видеода көрсетілгендей қылып істесеңіздер, сіздердің де торттарың осындай менің сияқты әдемі болып шығады. Бұл торттың бүкіл рецептісін мен описанияға жазып қойдым. Сол жерден көре аласыздар. Арасына банан қосылған торт өте дәмді болып шықты. Сіздердің дастархандарыңыздың сәнін келтіретініне күмәнім жоқ. Және де бала шағаларыңызға, үлкендерге де ұнайтынында күмәнім жоқ. Бұл торт магазиндегіден торттан да өте 3 есе дәмі әдемі, тәтті және де құрамы таза торттардың бірі. Сондықтан да істеуге кеңес беремін. Бұл тортты туған күнге немесе сыйлыққа, жақын адамдарыңызға істеп берсеңіздер болады. Күшті болып шықты, ол кісілер қуанып қалады. Бұл тортты кесіп, шаймен ішіңіздер. Шаймен ішуге кеңес беремін. Дәмі деген 2 есе әдемі болады ғой. Сіздермен болған Фатима. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Және де бұл видеоны достарыңызға жіберіңіздер. Менің каналымнан қандай тәттілердің видеосын, рецептісін көргілеріңіз келеді, комментарияға жазып кетіңіздер. Міндетті түрде орындайтын боламын. Сіздермен келесі видеода кездескенше.